мұғалімдер, бүгін біз сіздерге кестеде керек емес сабақты алып тастау немесе мұғалімнің атын ауыстыруды көрсететін боламыз. Ол үшін біз өзіміздің аккаунтымызға кіреміз, одан кейін мектеп негізгі бөлімге өтеміз, одан кейін кесте бөліміне ары қарай өтеміз және де сыныбымызды таңдаймыз. Сыныпты таңдағаннан кейін бізге ағымдағы аптаның жалпы сабақ кестесін көрсететін болады. Және де біз сіздерге түсінікті болу үшін мен алдағы уақыттағы аптаның бір сабағын көрсетейін. Және де осы жерден бізге бір мұғалімнің атын ауыстыру керек болады. Және де мен бұл жағдайда дәл қазіргі кезде мен осылай мұғалімнің атын ауыстыруым керек. Мысалы, мына мұғалім бізде мектептен кетіп қалды. Және де жаңа мұғалім келгендіктен мен осы кісінің атын ауыстырамын. Мына жерде маңызды нәрсе сабақты белгілеме деген жазасыздар. Егер де ауыстыруды басатын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде анықтама жазу керек боласыздар. Яғни осы жерде белгілемеу батырмасын басамыз және сақтау кнопкасын басамыз. Және де сақталды. Мына жерге қарасаңыздар, всемирная история, яғни бізде басқа мұғалім өту керек, және история Қазақстана бізде Тоқтыбаев болып өзгертілді. Жалпы осылай басасыздар, қаламның суретін бассаңыздар, ары қарай сіздерге мұғалімнің атын ауыстыру керек болады. Және бастысы белгілеме кнопкасын бассаңыздар болды. Арнаға тіркеліп алыңыздар, пайдалы ақпараттардың барлығы осында.